Дана ханым, егер кенеттен 50 миллион теңге ұтып алсаңыз, оны қалай жаратар едіңіз? Негізі жақында ғана бір статистика оқығам, әлемде лотереядан осындай қомақты қаражат ұтып алған адамдар оны 1-2 жылдың ішінде түгел жаратып тастайды екен. Сол кезде мен де ойландым, бірақ енді біз қаржылық сауаттылықты тереңінен меңгергеннен кейін әлбетте біз ол қаражатты бірден жұмсап тастамас едік. Ары кетсе тек қана бір 10%-ын өзімнің бір қалауларыма, қаражатымды қимай жүрген нәрселеріме жұмсар едім, ал қалған негізгі капиталды негізі әрине кемінде жартысын мен инвестицияға құяр едім. Себебі жалпы біздің армандарымыздың бірі ол болашақта балаларымыздың өте бір беделді үздік университеттерінде білім алуына жағдай жасау. Бірақ балаларымыз қазір кішкентай болғандықтан олар оқуға түскенше ол қаражатты инвестиция арқылы көбейтіп отырар едік. Айталық 50 мың долларын инвестицияға салғанда, қызым 18-ге толған кезде ол қаражат 8 жылдың ішінде кемі 100-120 мың долларға жетер еді. Ал қалған бөлігін тағы да бір өзіміздің жаңа ойымыздағы дүние, ол әртүрлі бір білім саласындағы әлеуметтік кәсіпкерлікті бастауға жұмсар едік. Яғни білім, мектеп болсын, немесе сондай бір басқа осы білім саласына құндылық әкелетін кәсіп түрлеріне бағыттар едік. Біздің ойымша дәл солай ол қаражат ең тиімді тұрғыда басқарылып жұмсалар еді. Ал сіздер лотереядан ақша ұтып алсаңыздар, оны қалай жұмсар едіңіз, қалай басқарар едіңіз? Комментарийде жазып кетіңіздер.